Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сәлеметсіздер ме? Міне бір оқу жылы аяқталып келе жатыр. Тіл ғылымы каналында мұғалімге көмек айдарымен ұсынылған оқытудың әдіс-тәсілдерін біздің әріптестеріміз бен студенттеріміз өздерінің осы оқу жылындағы соңғы сабақтарында әлі де пайдаланып және каналымызға кері байланыс жасап жатыр. Біз бұл үшін өте қуаныштымыз және болашақ ұстаздардың осы оқытудағы әдіс-тәсілдерді өз сабақтарында меңгеріп жатқаны үшін қуанамыз. Сіздердің назарларыңызға мен бүгін тағы да осындай кері байланысқа келіп түскен видео көріністі ұсынамын. Назарларыңызды аударып, видеоны соңына дейін қарап, егер сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Түрімді де үш топқа бөлініп, әр топтан бір лидер шығып, мына жерде тұрған үш парақты таңдап, сол бір берілген әдеби туындыға үш сөйлеммен жазамыз, және ол әр топ кезекпен кезек сол қай әдеби туынды екенін талқылауымыз керек, яғни ода кейіпкерлерді, онда жазылған сөз не қаратпа сөз, не жай сөз болуы керек. Роман үш бөлімнен тұрады, 24 тараудан тұрады. Аузы дуалы, атақты бай, би, өткір сөзді, қағанар іспеттес қайраткер басты кейіпкер болып саналады. Ол өзіне 40 жас кіші қызға ғашық болады. Ғабит Мүсіреповтің шығармасы. Кино түсірілген, енді әңгімеге ұсынды. Тыпырлап жатқан қозыны көре сала ыр етіп барып бас салды. Бірінші сөйлем, жай сөйлем, балалар әдебиетінің туындысы. Екіншісі қонағы сөйлем. Бұл шығарма повесть болып жарық көргеннен кейін фильм түсірілген. Үшіншісі қаратпа сөйлем. Балалар бұл шығарманы міндетті түрде оқыңыздар. Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздерге ұсынылған видео кәделеріңізге жарасын деген ниеттеміз. Сау болыңыздар. Тіл ғылымы каналында келесі кездескенше.